Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаментінің бастамасымен ұйымдастырылған Әдеп Лайф бағдарламасының екінші көрсетілімі және мен оның жүргізушісі Жазира Сейтмағанбетова. Бүгін біздің толғандырған сұрақтарымызға Көкшетау қаласы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Хайдар Арман Ермекұлы жауап беретін болады. Арман Ермекұлы, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Әдеп жөніндегі уәкіл ретінде сізге мемлекеттік қызметшілер қаншалықты жиі жүгінеді және де көбінесе қандай мәселелер қаралады? 2021 жылы айта кететін болсақ, әдеп кодексін сақтау және мемлекеттік қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтау заңнамалары бойынша 22 азамат жеке консультативтік көмек көрсетілді, және 3 азамат 2021 жылы жеке қабылдауда болды. 3 азамат. Биылғы жылы 5 азаматқа жеке консультативтік көмек көрсетілді, және 2 азамат жеке қабылдауда болды. Айта кететін болсақ, осы мемлекеттік қызметшілердің 21 жылы 16 мемлекеттік қызметші жүгінді. Олардың көтеретін мәселелері көбінесе демалыс күндері және мереке күндері жұмысқа шығудың заңнамада бекітілген ба, бекітілмеген ба, соны әдеп жөніндегі уәкілдің түсініктеме алады. Және көбінесе қоятын сұрақтары тәртіптік жазаның қолдану мерзімі, уақыттылығы, қай уақытта шешіледі, осындай сұрақтарға көтеріледі. Тағы айтатын сұрақтары, олар мемлекеттік қызметшілердің үстемақылары заңнамада көрсетілген ба, олардың түрлері бойынша осындай сұрақтар мемлекеттік қызметшілер әдеп жөніндегі уәкілге көбінесе қойылады. Осындай. Мемлекеттік қызметшілер арасында осындай әдеп бұзушылықтарды болдырмау мақсатында қандай жұмыстар жүргізіледі? Біздің Көкшетау қаласының әкімшілігімен биылғы жылы әдептік нормаларды бұзудың алдын алу шаралары бойынша аппарат басшысымен биылғы жылы кездесу кестесі бекітілді. Кездесу кестесіне сәйкес жергілікті атқарушы органдардың барлық ұжымдарымен кездесу өткіздік. Мысалға айтатын болсақ, биылғы жылы аппарат басшысымен бірлесіп Краснояр ауылдық округінің аппаратының мемлекеттік қызметшілерімен кездестік. Кездесу барысында әдеп нормаларын сақтау және жұмыс уақытында, жұмыстан тыс уақытында мінез құлықтарын сақтау, әкімдік пен қызметтік автокөлікті тиімді қолдану, осындай шаралар өткіздік. Жуырда өзіңізге белгілі болғандай әдеп кодексінің жаңа редакциясы енгізілген болатын. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы 22 ақпанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен әдеп кодексінің жаңа редакциясы бекітілген болатын. Мемлекеттік қызметтің әдеп қағидаттары деген тарау бекітілген болатын. Оларға тоқтала кететін болсақ, ол адал ниеттілік, адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайылық және клиентке бағдарланушы. Жаңа әдеп кодексінің кодексі ол мемлекеттік аппаратты жақсартуға, халыққа сервистік қызмет көрсетуге және тұтынушылардың мемлекеттік аппаратқа деген сенімін нығайтуға бағытталған деп есептейміз. Арман Ермекұлы, осымен біздің сұрақтарымыз таусылды. Уақыт бөліп, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, олай болса келесі бағдарламада жүздескенше сау саламат болыңыздар.